Сәлеметсіздер ме? Бүгін қарын бүрме әзірлейміз. Видеоны көрмес бұрын арнама жазылып, маған қолдау білдіріп кетіңіздер. Алдымен осылай керек заттарымызды дайындап аламыз. Маған осы картоп, тәтті бұрыш, сәбіз, қызанақ, сарымсақ және де пияз қажет. Осыларды жақсылап тұздап аламыз. Тұздап жақсылап араластырып аламыз. Бұған аскөк, райхан, жуа және де түрлі дәмдеуіштер қосып жасасаңыздар да болады. Әркімнің өз қалауынша. Барлығын жақсылап араластырып тұзын сіңдіріп аламыз. Және де менің етім тұздалған ет, сондықтан оны тұздамаймын. Бірден осылай жуылған қарынға саламын. Менікі жас тайдың қарны. Негізі бүрме бұл еттің өзінің майымен сөліне бұқтырылып пісірілетін тағам. Оны фольгаға орап, осылай қайын бүрмені дайындап алып, фольгаға орап, пеште пісіруге де болады. Көнеде ата-бабамыз осыны жорыққа шыққанда малды сойып, оның етін қарынға салып, яғни осындай қарын бүрмені дайындап алып шығатын болған. Сосын жердің астына от жағып, соның шоғына көміп пісірген болатын. Және де бұл қарын бүрмені сапарға шыққан жолаушыларды жол азыққа тұтынатын болған. Яғни бұл өте ыңғайлы, қарын бүрмені жасап алып, жолда жаңағындай отты жағып, шоғына көміп пісіре берген болатын. Ол содан қалған негізі қарын бүрме деген. Осылай салып болғаннан кейін бетін жақсылап тігіп алуға да болады, болмаса жақсылап байлап қоюға да болады. Мен осылай тігіп алдым. Барлығын салып дайындап болдым. Енді бұны жақсы тереңдеу және де іші кең ыдысқа салып пісіреміз. Мінекей бүрмеміз қайнауды. Енді бұның жақсылап көбігін алып аламыз. Бұны 3-3,5 сағат баяу отта жақсылап тұрып пісіріп аламыз. Міне бүрмеміз дайын болды. Өте керемет, иісі де өте әдемі. Енді бұны ыдыстан алып, сорпасына қамыр салып аламын. Сорпамыз қайнады. Енді өзіміз қолдан жайылған әдемі қамырымызды салып аламыз. Арасында осылай міндетті түрде араластыру керек. Қамырымыз пісті. Қараңыздар, қамыр езілмей, дара-дара болып, бөлек-бөлек болып, әдемі болып тұр. Келесі видеоларда осы қамырды қалай әдемі қылып илейміз және оны мұздатқышта қалай сақтаймыз, соның барлығын көрсететін боламын. Видеоны өткізіп алмай қарап жүріңіздер. Осылай барлығын шалғымен әдемілеп легенге алып аламыз. Содан соң бетіне тұздығымызды құятын боламыз. Негізі қарын бүрме бұл қысы қатты жерлердің тұрғындары жасайтын тәсіл. Малды сойып, содан соң өз қарнына етті салып қояды. Тіпті болған тек қана ет емес, ұйытылған баспен сирақты да салып қоятын болған. Яғни соның барлығын салып,
салқын жерге қойып қояды. Мына сыйлы адам келіп қалған жағдайда осылай қарын бүрмені пісіріп бере салатын болған. Мына қарын бүрмеміз дайын болды. Осылай әдемілеп кесіп береміз. Яғни бұл еттің дәмі өте керемет. Мына салынған бұрышымыз бар, сарымсағымыз бар, мына лавр жапырағы бар. Барлығының дәмі мына етке сіңіп өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мына соғым сойып, болмаса жілікке ет алып жатқан адамдар болса, өте керемет әдіс. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.